Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге ERA-KZ. Достар, біз бүгін осындай 3 деңгейде үйлерді соғып істейтін боламыз. Қараңыздар, мына бірінші деңгей, ал мынау екінші деңгей. Мына екінші деңгей әлі біткен жоқ. Достар, біз сіздерге бір нәрсе түсіндіріп қоя кетейін. Достар, негізі мен осы видеоны, мына үйлерді саған видеоны істеп жатқанмын. Сөйтіп барып кенеттен бір видео, осы видео өшіп кетті. Енді өкінішке орай, мына салып жатқан кезде енді солдан ары қарай түсіре беретін боламыз. Кеттік. Достар, мына осы біздің бірінші деңгей. Қараңыздар, өте кішкентай, бірақ комфортный үй. Қараңыздар, осындай ағаш, осы төсек, осындай нелер бар, сандық. Ал енді мынау екінші деңгейдегі үй. Міне іші қараңыздар, осындай. Міне, бірақ әлі ол біткен жоқ. Осы екінші деңгейдегі үй. Енді осы екінші деңгейдегі үйді жалғастыратын боламыз. Кеттік. Жалғастыру үшін бізге үлкейту керек. Достар, мына негізі үй нормальный, екінші деңгейдің өзі осындай. Қазір үшінші деңгейде одан бетер мықты болып кетуі мүмкін. Ал кеттіген соға береміз. Естіп соғамыз енді. Менде нақты бір идея жоқ үйге. Сондықтан өз ойыммен соға берем. Міне достар, осындай болды. Енді нерден стекло істеп қойсам бола ма екен? Так, болады. Меніңше болатын сияқты. Міне істеп қоямыз. Қараңыздар. Хоп. Достар, 100 подписчикке жеттік. Сіздерге өте рахметімді айтамын. Енді маған 200 подписчикке жетсем, одан бетер қуанамын. Ал сіздер видеоны әшейін қарап отпай тіркеліп кетіңіздер. 200 подписчикке бірге жететін боламыз. Төбесін осындаймен жабам. Міне. Істеп талшы жаба берем. Бірінші осылай істеп аламыз. Міне. Алыстан қарап көрейік достар. Почти енді нормальный, норм. Ал енді неқті істейміз. Өшірейік. Так. Енді нормаль болды. Мынаның барлығын істеп жіберейік. Видеоны тоқтатпасам көп болады, сондықтан тоқтатып қойын. Достар, міне істеп біттім. Міне енді түні жарық болып, әдем болып тұрады. Енді ерге орындық істейміз. Істей береміз. Мынау негізі кафе ма, сондай бір нәрсе. Білмеймін не екенін нақты. Міне істеп істейміз. Осылай. Енді нормальный болды. Енді бұған үстел істейміз. Үстелді осындаймен. Осындай үй. Мынандай осындай қызылмен істей салайық. Бәрібір. Барлығында бірінші қойып шығайық. Хоппа. Барлығында қойып шығайын. Достар, міне осындай екінші деңгейдегі үй бітті. Қараңыздар, осындай әдемі болып шықты. Бірақ мынаның ішіне ештеңе істеген жоқпын. Ол қатты проблема емес сияқты. Міне қараңыздар, есіп істедім. Достар, енді біз үшінші деңгейге көшеміз. Үшінші деңгейде біз надан екесе үлкен, екесе әдемі қылып соғамыз. Кеттік. Достар, міне үйдің проектісін құрдым. Енді астыңғы полын бетоннан жасайтын боламыз. Кеттік. Міне достар, осындай полын істедім. Енді шеткі осындай нәрселерін
бекітеміз, кеттік. Осылай жалғастыра береміз. Міне өйстіп істейміз. Қараңыздар. Достар, бұл менің ең көп қолданатын үйім. Қай жақта болсын, білмем, осы үй маған ұнай ма? Бірақ негізі шынымен ұнайды. Миымда қалып кеткен ма осындай үй. Барлығына осылай істеймін. Енді барлығына емес, енді бір 3-тен 1%, жоқ 3-тен 2% естіп соғам. Міне достар, осындай болып қалдым. Енді тағыз барлығын істеп шығу керек. Достар, қараңыздар, осындай болып шықты. Міне осылай терезелерін қойып. Енді достар, жерге біз бассейн істейміз, кеттік. Жерді қазамыз сол үшін. Достар, міне естіп істедім. Енді астын жабамыз. Астын жағынан барлығын жабатын боламыз. Достар, міне естіп істедім. Қараңыздар, бассейнге. Енді су толтырамыз бұған. Кеттік. Так, су нерде тұр екен? И толтырамыз. Достар, бассейнге су толтырып бітті. Енді неғаға снеговаларды қоятын боламыз. Кеттік. Достар, каналға жазып кетіңіздер. Уже бітіп атырық. Міне аз қалды бітуіне. Негізі төбесін жабу. Негізі төбесін жапсақ болды неме? Или тағы да бір нәрселер істейміз ба? Достар, лайктарыңызды басып тіркеліп кетсеңіздер ба? Вообще қиын болып жатыр. Мен еще қазір асығыспын, бір жағына кетуім керекпін. Сондықтан сіздер үшін видеоны шығарып жатырмын. Сондықтан тіркеліп кетсеңіздер қатты мықты кетеді. Енді төбесін жабамыз. Төбесін жабу үшін. Достар, міне осындай төбесін жаптық. Бассейнді соқтық. Енді не істесем болады деп ойланып тұрмын. Бірақ бассейн кішкене болып қалған сияқты, қараңыздаршы. Кішкене болып қалған сияқты. Қазір енді біз үшін не істейтініміз. Так. Жау жүрек есікті. И светтерді қойық. Светтерді қандай немен, мынандай немен істесек болатын шығар. Хоп. 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 Болды. Енді әдемі көрінген сияқты. Үшін істейміз. Так, бірінші даласын бітіріп алайық. Даласын, достар, біз даласын қоршайтын боламыз забормен. Сөзді әдем көрінетін болады. Амен қоршаймыз. Міне. Видеоны тоқтатып қойын. Достар, міне осы заборды несіп сызып алдым. Істейтін жерлерімді. Енді заборды қанша блокқа көтерсек болады. Осы нормаль сияқты. Енді осындай 3 блокпен көтеретін боламыз. Кеттік. Достар, міне өйстіп үйімді бітейін деп қалдым. Үлкен ағаш отырғыздым. И осындай төбесінде шипыр істеп жатырмын ағаштан. Үшін әдем болып жатқан сияқты менің ойымша. Міне осындай. Енді осыны жалғастырамыз өйстіп. Осыны шипырмен бітті-ау дейме, достар. Тағы да істеп жүрейін ерден. Міне өйстіп істейміз. Ал достар, қараңыздар, 3-ші деңгейдегі үй бітті. Нерде андай суырқақ бар, нерде бассейн бар. Осындай үйлер, заборы бар, барлығы бар. Жаңа жауап көтеміз. Ал нерде осындай үй. Негізі екі үй бірдей сияқты ма? Комментария жазып кетіңіздер. Қайсы үй әдем болды екеуінен. Ойымыз шығар енді. Ал енді нерде осындай кішкентай 1-ші деңгейдегі үй бар.
достар, сіздерге қайсы ұнады, комментарийға жазып кетіңіздер. Ал сенімен болған Ера KZ. Всем давай.